2020 жыл жер ғаламшарында коронавирус деген пәлекетпен есте қалды. Десе де бұл жыл сонымен қатар кәсіпқой боксымызда да көп нәрсені саралап, қайта басынан бастайтын кезең болғаны рас. Көптеген біздің боксшыларымыз тұрақты жаттығу жұмыстарын өткізе алмады. Сосын белгіленіп қойған сындарына ойдағыдай дайындықты өткермеді. Нәтижесінде алғашқы жеңілістеріне де ұшырады. Әрине, бұл сондай бір өзекті өртейтін олқылық емес. Десе де жеңілмеген деген рекордты әлі ешкім жоққа шығарған жоқ. Әлі де басымдық рекордтары таза боксшыларға беріледі. Ал жеңілгендер енді шынайы чемпиондық сындарға жетуі жолында қиындықтарға тап болары рас. Еліміздегі белді спорт сайттарының бірі осы тұрғыда жеңілмеген үздік 5 боксшымыз туралы ақпарат жариялады. Мен оны бейнематериалға айналдырып көрдім. Десе де кәсіпқойда әлі жеңілістің дәмін татпаған мықтылар біздің елімізде әлі де жетіп артылады. Олардың кейбіреулері әлі бәсекелер өткізген жоқ. Өткізгендері іске жауапкершілікпен қарады. Қазір біз боксрек рейтингіне жүгіне отырып, үздік 5 жеңілмеген боксшыларымызды тіземіз. Оларды 2021 жылы нағыз чемпиондық сындар күтіп тұруы әбден мүмкін. Боксрек рейтингінің бірінші сатысында Геннадий Головкин бар, бірақ ол жеңілгендіктен біздің тізімде болмайды. Ал ол жоқта көшбасын Данияр Елеусінов бастайды. Рекорды 10 кездесу, 6 нокаут. 28,89 рейтингті ұпаймен ол қазақстандық профилер тізімінде екінші. Дәл қазіргі сәтте Рио Олимпиадасының чемпионы Головкиннің қолынан жеңіс туын алып, басқаларды артына ертуге жақын тұрғандығы анық. Жақында ғана нақтырақ айтсақ, қараша айында Данияр өз шеберлігін профилер арасында 3 тұжырым бойынша экс-чемпион болған Джулиус Индонгамен болған сында көрсетті. Және өзіне аса сенімді болды. Әуесқой бокста еліміздің даңқын асқақтатқан бұл жігіттің профидегі дамуда көңіл қуантады. Елеусіновтердің кішісі 2021 жылы чемпиондық сынға шықпаса да, арғы жылы мұндай бәсеке одан ешқайда қашпайтын болады. Қанат Ислам бізде екінші орын. Рекорда 27 жеңіс, 21 нокаут. Боксрек рейтингіндегі ұпайы 28,77. Үшінші орын. Әуесқойда мәңгілік үшінші атанып кеткен Қанат. Иә, қазір исламның жанкүйерлерін ренжітіп алмас үшін айтайын. Олимпиадада қола, әлем чемпионаты қола, Азия ойындары қола және Азия чемпионаты қола медальдар. Қанат профидеде бірінші рөлдерге шыға алмауда. 36 жас енді еш әзіл емес. Соңғы Алматыда өткізген Уолтер Каутандоковамен болған сында талас шешіммен аяқталды. Содан бері ислам кездесу өткізбегеніне жылдан асты. Жиі жарақаттар мен басқа да түрлі себептермен Қанатты көпшілік ішкі істерге пайдаланып кеткен боксшы деп атап кетті. Қанат исламның профи әлемінде шынайы бір жетістіктерге жету перспективасы күннен күнге азайып келе жатқаны анық. Және оған деген сенім де күннен күнге түсуде. Батыржан Жүкенбаев рекорда 18 жеңіс және 14 нокаут. Боксректегі рейтингі 28,14 ұпаймен 4-ші. Батыр профидегі мансабын айтарлықтай сәтті бастады. Десе де қонақжай Канадада көп отырып қалған секілді. Кәсіпқой бокс меккесі саналатын ақшқа дейін сол жерден қол созымдай жер ғана қалған болатын, бірақ бір нәрсе ұстап тұрғандай ат басын бұрмай қойды. Сосын Жүкенбаев Мәскеуге жаттығу базасын ауыстырды. Ал қазір тіптен бір жола елге оралған секілді. Мұндай жағдайлар Батырға қаншалықты пайдалы? Әзірге бір нәрсе айту қиын. Соңғы рет ол қаңтар айында Монреальда бокстасқан болатын. Айдос Ербосынұлы 15 жеңіс және 10 нокаут. Жинаған ұпайы 16,75, 5-ші орын. Жаймен бірақ анық қадаммен Жаркенттік Былғар қолғап шебері рейтингтерде барынша көтерілді. Бірақ оның қарсыластары туралы біз өрекпі 5 нәрсе айта алмаймыз. Керек десеңіз, кейбір қарсыластары шынымен профи болды ма дегендерде күмәндар көкейге отырып алады. Айдос 2017 жылдан бері Америка аспады. Қазақстан, Ресей, Австралия, Беларусь. Міне оның кездесу өткізу географиясы. Бұл әрине жақсы, бірақ әдетте кәсіпқой боксшыны Америкада бағындырылады. Соңғы жарты жылда Ербосынұлы Минск мен Елордада бокстасты. Егер жақын уақытта Америкаға қарай бұрылыс жасамаса, Қанат исламның жолымен кетуі әбден мүмкін. Жәнібек Әлімханұлы 9 жеңіс және 5 нокаут. Боксрек рейтингінде 15,27 ұпаймен 6-шы сатты. Данияр Елеусіновтен кейін үлкен үміт артылатын қазақ профи. Жәнібек профи бокс өзеніне 2 рет түсіп көрді. Екінші реттен Америкаға аттанған болатын. Әзірге аяқ алысы жаман емес. Қазақ стайл әзірге рейтингтің бірінші номерлерімен бокстасып жүрген жоқ. Десе де ақшта танымалдығы күн санап артып келеді. 2020 жылы Лас-Вегаста бокстасып жеңіске жетті. 2021 жылы Жәнібекке беделді тұжырымдар бойынша чемпиондық сындарға шығу қиынырақ. Ал ары қарай бәрі болуы мүмкін. Міне қадірменді көрермендерім, қазақ боксшыларының алғашқы 5-тігі әзірге осындай болып тұрған жайы бар. Айтылған сөздер жеке пікір болып табылады. Онымен келіспеулеріңізге толық құқықтарыңыз бар.
ойларыңызды комментарийлер арқылы ортаға сала отырыңыздар. Бейнематериал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Сонымен қатар осы бейнематериалды түрлі әлеуметтік желілер арқылы таратуларыңызды сұраймын. Уақыт бөліп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Әрқашан қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.